Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеомыз қазіргі кезде өте көп белең алған варикоз жайында болмақ. Сіздің аяғыңызда көзге көрініп тұрған варикоз жоқ шығар. Алайда үңіліп қарасаңыз, варикозды жылдыршаларды, торды және сіңген тамырларды көре аласыз. Бұл кезде ауру оң немесе сол аяққа емес, екеуіне бірдей ауырлық сезімін тудырады. Көзге ұрып көрінбегенімен айтарлықтай дәрежеде ауыртады. Егер сіздің аяғыңызда варикоз болса, кешке аяғыңыз қатты шаршайды, ісінеді, кейде құрысады. Аяқтағы варикоз қимыл қозғалысы аз, бір жерде көп отыратын адамдарда кездеседі және жүктілік кезінде әйелдерде осы варикоз пайда болып жатады. Іш өскен сайын салмақ қосылады, қан қоюланып, белсенділік те азаяды. Осының салдарынан варикоз пайда болады. Варикоз пайда болғанда көп жаттығып, белсенді спорт түрлерімен айналысуда біршама жағдайды жақсартады. Бірінші, варикоздың асқыну сатысын анықтап алған жөн. Варикоздың асқынған түрі болатын болса, онда амал жоқ. Хирургиялық жолмен алып тастайды. Егер де варикоздың алғашқы сатысында болса, спортпен шұғылдану арқылы жағдайды біршама жақсартуға болады. Бұл жаттығуларды 1 жыл немесе 2 жыл үздіксіз жасап тұрасыз. Варикоз бір күн спортпен шұғылданып, одан арыла салатын біз ойлағандай оңай емес. Байқасаңыздар, аяқта майда тамырлар көрініп тұрады. Бұларды жылдырша дейді. Аяқтағы жылдыршалар ағзадағы С витаминінің шамадан тыс көп болуынан болады. Бұл жерде тамақтан алатын С витамин емес, дәріханаларда сататын аскорбин қышқылы. Ол синтетикалық С витамині болып табылады. Осы синтетикалық С витаминін шамадан тыс қолдану аяқтағы жылдыршалардың пайда болуына келіп соқтырады. Аскорбин қышқылын қабылдау арқылы ағзадағы С витаминінің қорын бұзамыз. Дәріханадан С витамині деп алып жүрген аскорбин қышқылының құрамы кукуруз крахмалы мен күкірт қышқылының қосындысы. Бұл аскорбин қышқылында ешқандай С витамині жоқ. С витаминін көкөністен, жемістерден алған дұрыс. Аяқтағы жылдыршалардан арылғыңыз келсе, рационыңызда С витамині болсын. Дәріханалардан С витамин деп алып жүрген аскорбин қышқылын мүлдем қолданбаңыз. Бұл синтетикалық витамин болып есептеледі. Оның ешқандай пайдасы жоқ. Көп таза ауада жүріп, серуендеп, үнемі қозғалыста болыңыз. Аяқтағы сау тамырлар түзу қалыпта болады. Ол қанды бірден жүрекке тасымалдайды. Ал варикозды тамырлар кеңейіп, қанды дұрыс жүрекке тасымалдамайды. Соның әсерінен инсультке алып келуі мүмкін. Спортпен айналысу, жаттығу арқылы тамырларды қалыпқа келтіруге болады. Аяқтағы варикозға крем, маздардың ешқандай көмегі болмайды. Варикозға ең жақсы тиімді әдіс қызыл жүзім жапырағының сығындысы. Қызыл жүзім жапырағының сығындысын ішу керемет нәтиже береді. Оны дәрігеріңізбен кеңесіп ішкеніңіз жөн.